ішіндегі алған мәліметтерді сұраққа жауап бересіңдер. Бірінші топтағы көшбасшы қима қағазында ал, екінші топтағы көшбасшы қима қағазында ал. Топпен ақылдасыңдар, жауабын айтыңдар. Дәрістелер. Құралды қайда пайдаланады? Так, өздерің топтың ішінде ақылдасыңдар. Так, өздерің ғана жауап береді. Дайын болсаңдар, қолдарын көтеріп, жауаптарын айтыңдар. Так, бірінші топта Аяла, сұрақты оқып Аяла, сұрақты оқып кім жауап береді? Малика жауап береді, е? Температураның өлшеу ережесі. Температура өлшеу ережесі. Тұрбайды ма? Ең алдымен не істейміз? Ең алдымен неше градусқа дейін түсу керек? 35 градусқа түсу керек. Тезек. Сосын? Одан кейін адамның қолтығына тұрғамыз. Содан кейін алып қараймыз. Неше уақыт керек? 5 минут, 10 минут. Сосын аламыз да көрсеткішке қараймыз. Жақсы. Бірінші топ, екінші топ. Сұрақты оқы. Құралда қайда пайдаланады? Осы құралдар қайда пайдаланады? Қандай құралдар бар? Қайда пайдаланады? Бөлме температурасына пайдаланады, ауаның температурасын Білу үшін пайдаланады, адамның денесінің температурасын өлшеуге, судың температурасын өлшеуге арналады. Судың температурасын өлшеуге. Онда қазір балалар, біз тағы осы топпен жұмыс жасаймыз. Мен сендерге мынарға қима қағазда суреттер дайындап қойдым. Енді осы термометрлерді беремін. Сендер оларды анықтап алу керексіңдер, алдымен неге арналған, сосын осыдан суреттерді аласыңдар. Осы 2 градустың суретті жақтан аласыңдар. Сенде аның градустың аласыңдар. Және ауаны, сендер және бөлменің. Мені суреттер келіп, суреттер талдандар. Құралды таптыңдар ғой, неге қайда пайдаланамыз осы құралды? Соған суретті таңдайсыздар. Сендерді. Осы құрал қандай? Электрон термометр. Не үшін? Ол адамның денесі үшін. Денесінің температурасын білу үшін, ол сендер мынау суреттерден керек суреттерді аласыңдар өздеріне. Сендерде қандай термометр? Ауаның және сен тапсырған қандай? Және судың. Жақсы. Келіп таңдап алыңдар суреттерді. Тағы көмектесіңдер.
ақылдасамыз. Не үшін Аяла сен осы суреттерді таңдадың? Өйткені қанда адамдар ауыры болатын башы ауырып жатыр. Ал электронный термометр ол адамның температурасын өлшейді. Екінші сурет. Мирас. Екінші сурет адамның басы алып тұрғанда Адаммен сұхбаттан тауып тұр. Оны электронный термометрмен пайдаланамыз. Деп. Қандай термометр пайдалануға болады? Сынақты термометрмен пайдалануға болады. Жақсы. Екінші топ. Неге сендер осы суреттерді алдыңдар? Өйткені мұнда адам суға Тұрбайшы. адам суға түсіп жатыр. Бассейн, судың температурасы білу үшін бе? Білу үшін. Соны алдым. Ал екінші сурет. Амер, не істеп отыр бала? Суды ішіп Су ішіп отыр. Сондықтан баланың суы қандай болу керек? Су. Жылы болу керек, сондықтан біз сол суретті таңдадық. Жақсы. Енді балалар, бір-бірімізді бағалаймыз. Екі жұлдыз, бір ұсыныс. Бірінші топ екінші топты бағалайды, ал екінші топ бірінші топты бағалайды. Бірінші жұлдызды не үшін бересіңдер? Екінші жұлдызды не үшін бересіңдер? Термометрмен айналысқаны үшін береміз. Температура өлшеу құралы суретпен дұрыс байланыстырылды ма, жоқ па? Соны айтасыңдар қазір. Аяла, бала сендер суреттерді қойдаршы. Оларда жоқ сендер сендер бағалайсыңдар. Сендер екінші топты бағалайсыңдар. Екінші топта бізде су термометр болды. Егер температура өлшеу құралын суретпен дұрыс байланыстырса, онда сендер жұлдыз сұрасыңдар, дұрыс па? Бір жұлдыз не үшін береміз, Аяла? Өйткені олар термометрдарды дұрыс қолданды. Бір жұлдыз астынан қой. Екінші жұлдыз, Мирас, не үшін бердің? Термометрді дұрыс тапты. Суреттерді дұрыс байланыстырды ма термометрмен? Дұрыс байланыстырды ма? Қандай ұсыныс бар? Қандай ұсыныс? Ұсыныстарым жоқ. Екінші топ. Бірінші топ суреттерді қойды. Екінші топта бізде қандай градусника болды, градусника. Алдында балалар айтып кетейін, ережені дұрыс айтса бір жұлдыз береміз, егер құрал мен суретті дұрыс байланыстырса екінші жұлдыз. Бірінші жұлдыз. Ереже дұрыс айтылды ма? Алали. Термометр суреттерімен дұрыс байланысты ма? Дұрыс тапты ма? Мысалы, бірінші суретте адам ауырып тұр. Оны қандай термометрдің денесін етеміз, өлшейміз?
дене термометрмен, иә? И екіншіде бала ауырып жатыр. Екінші жұлдыз береміз. Так. Жақсы. Енді мынау бізде топпен жұмыс болды. Келесі жұмыс бізде жүкпен болады. Ол үшін әрине сен Мираспен отыр. Меселерге қазір осындай кесте беремін. Бірінші жүк қыздар судың температурасын өлшейсіңдер және жазасыңдар. Дене температурасын бір-біріне өлшейсіңдер де жазасыңдар. Ал үшінші жүк ауаның температурасын бөлменің және даладағы температурасын жазасыңдар, иә? Амир и Гали, бөлменің температурасы мұнда, даланың температурасы терезеде, термометр, кешіріңдер. Так, судыкі сендерде, екі кружка берем сендерде. Өлшеңдер, жазыңдар. Және денені өлшеу керексіздер балалар. Так, міне сендерде құрал. Бір-біріміздің дене температурасын өлшейміз. Алдымен не істейміз? Алдымен сілкейміз. Бір-бірлеріне қойды. Қолдың астына сындырып алмаймыз. Жазып алыңдар. Қаламдарды алыңдар да. Алдымен жылы суға салдыңдар. Неше градус? Сосын суға саласыңдар, неше градус? Бөлменікін қарадыңдар, бөлменікін жазыңдар қанша? Тезірек. Амир, енді ауаның температурасын қарады аламын, неше градус екен? Сосын Алиға айтасың. Жазып аламыз. Салқын суға саламыз. Неше? Тосамыз бір 5 минуттан, иә? Так, жазып алыңдар ма? Мираспен температурасын өлшедіңдер. Енді? Көліктің ішіне салу керек. Иә? Сыртынан емес, ішіне саламыз. Иә? Қыздар болды. Енді оқимыз. Судың температурасы жылы плюс 40. Судың температурасы салқын, ал бұл 30. Минус 30, иә? Салқын болғасын, ол минус 30 болады, иә? Ыстық болғасын, сондықтан сендерде плюс пен жазыңдар, иә? Келесі, олар бөлменің температурасы неше? 25 градус. Ал даладағы температура неше? 39 градус. 39 градус. Бүгін күн қандай? Күн шығыпты ма? Ыстық болып тұр, иә? Сондықтан бізде күннің көзінде 39 градус болып тұр. Плюс, минус па? Плюс, дұрыс. Ал сендердің температура неше? Мирас? 36. Ал Марисада 36. Балалар білеміз, 36-да 6 болса, ол адамның дені сау, температурасы жоқ.